Қайырлы күн, қалайсыздар? 29 маусым. Біздер дейтін Құлсардан Махамбетке келе жатырмыз. Мынау дейтін Сарайшықтың жолы, яғни Атырау-Орал трассасы. Мына жерде дейтін енді Атыраудан шыққаннан кейін Алмалыдан бері қарай тегіс су, әлі кетпеген су дейтін судың жағдайы өздеріңіз көріп тұрғандай. Мына жерде дейтін беті ар жағы шөп болып көрінгенмен астың бәрі кәдімгідей кілкіген су. Жайылып кеткен ары қарай. Мына судың дейтін қайтатын түрі жоқ, білмеймін. Мына жерде бір мекеме бар. Осы мекеменің айналасын бәрін су басып тұр да. Осы мекемеге су келмеген. Міне мына жерде дейтін су дейтін бір теңіздің түсі сияқты көккүмбек. Екі жағы полностью су ғой кәдімгідей. Екі жағында полный түсіріп келе жатырмын. Мына су дейтін қашан сіңеді, 60 күн тасыған су 6 күнде кетеді демекші. Білмеймін, 6 күн түгілі 60 күн болды. 2 айда 3-ші айға кетіп бара жатыр. Майда басталған су ғой, уже үйел басталды, білмеймін қай уақытта сіңіп, қай уақытта кететінін. Міне осылай келе жатырмыз. Мынау жолдағы Редут дейтін ауыл. Соның қасына өттік. Жолда міне осылай қалып кеткен, әуелде су бар кезде шығалмай қалып кеткен көліктер де бар екен. Соларды адамдар өздері ондап көліктерін қайтадан алып кетіп жатыр. Жолдан көп көліктер кездестірдік. Міне мына жерде жол ойылып кеткен, кәдімгідей ішіне қарай түсіп, асты тесік болып жатыр. Соны айналып өттік. Не көріп тұрғандарыңыздай екі жағы осындай үлкен су көлемді. Мына жерде бір таудың арасымен өтіп бара жатқандайсың, екі жағын бәрі түгел топырақ, бал салып, бал қоршап қойған. Бірақ дегенмен де судың әлі де болса трассаның үстіне басып кету қаупі, кәдімгідей қаупі бар. Себебі екі жағындағы су трассаға соғып тұр да, уже екі жағы. Мынау дейтін Сарайшықтың остановкасы. Сарайшықтың остановкасына келіп, өшіре келіп тоқтап түсірдік. Мына жерде енді дейтін өткенде жасаған, жолды жасаған жерлері әлі де айналасы осындай су болып жатыр. Өте қорқынышты. Міне осылай жан-жақтың бәрін түсіріп тұрмын. Міне, мынау бір біздің Қазақстан емес, бір шетел сияқты. Өте қорқынышты. Мына жерде өткенде жол ойылып кетіп, елдің бәрі Новобогатпен, Хамит Ерғалиев ауылымен жүрген болатынбыз. Одан кейін әкім осы жерді халықтың жанайқайын тыңдап осы жолды жасап берген болатын. Міне осы Сарайшық, Алла сақтасын. Ары қарай кеттік. Ар жағы тағы да су. Білмеймін, шеті жоқ, бір басылмайтын, жерге сіңбейтін алған су екен. Түсінбеймін. Міне осылай су, до конца су болып Махамбетке жетті, аман-есен. Алла денсаулық берсін, амандық берсін баршамызға. Өте қиын жағдай. Мына жерде дейтін ешкі шаруа қожалығы бар. Соның бәрін түгел басып кеткен, Алла сабыр берсін. Түгел кеткен ғой, ешкі шаруа қожалығы.